Облыстың бірінші тоқсандағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары белгілі болды. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының айтуынша, бірінші тоқсанда өңірде оң динамика қалыптасып, инвестиция көлемі 42,9 миллиард теңгені құрады. Құрылыс, ауыл шаруашылығы сынды салаларда да ілгерілеушілік бар. Есепті кезеңде ет өндіру көлемі 8 мың тоннаға, сүт өндіру 17 мың тоннаға артқан. Сонымен қатар, облыс тұрғындарын жергілікті өндіріс тауарларымен қамтамасыз ету мақсатында облыстың 2023 жылға дейінгі экономикалық даму жоспары қабылданып, бизнес өкілдеріне 400-ден астам жоба ұсынылыпты. Соның ішінде бүгінгі күнге дейін 15-і жүзеге асырылған. Бірінші тоқсан нәтижесімен меморандумның орындалуына келсек, жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсуі индикатор бойынша 2021 жылы жоспар 3% болса, бүгінгі күнге жергілікті бюджетке 15 миллиард 316,5 миллион теңгенің салықтық және салықтық емес түсімдері түсіп, немесе өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 12%-ға артты. Құрылған тұрақты жұмыс орындарының саны индикатор бойынша биылға 13.500 жұмыс орнын құру жоспарланса, бірінші тоқсан нәтижесімен 2172 жұмыс орны құрылып, өсім 3,9%-ды құрады.